Халықты атып өлтірген Қанішер Тоқаев өзінің қожайыны Путиннің құрметіне 9 мамырда барша Қазақстан бойынша жеңіс полкі, бессмертный полк деген іс-шараларды өткізіп, мыңдаған қазақстандықтардың басын марштарда, шерулерде біріктірмекші. Ал Тоқаевтың өзі болса қожайынның жанында, Путиннің жанында болады. Сол себепті, құрметті отандастар, 9 мамыр күні барша Қазақстан бойынша сол бессмертный полк колонналарына қосылып, шерулерге қосылып, қазақстандықтардың айта алмай жүрген талаптарын айтып бастау керек. Өздеріңіз білесіздер, сол жеңіс күнінде шерулерге шығатын халықтың барлығы сіздей осы Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесінде кедейшілікте өмір сүреді. Сіздер сол талаптарды айтып қойып бастаған кезде мыңдаған адамдар сіздердің талаптарыңызға қосылады. Міне осылай іс-әрекетімізді жасауымыз керек. 1989 жылы Румынияның диктаторы Чаушеску өзінің құрметіне деп халықтың басын біріктіріп, митинг өткіземін деп еді. Сол кезде халық диктаторға қарсылығын білдіріп, революцияға алып келген болатын. Міне 9 мамыр күні барша Қазақстан бойынша біз де осы жеңіс полкіне, марштарға қосылып, шал кет, Тоқаев кет, қымбатшылыққа қарсымыз, орташа жалақы 1,5 миллион теңгеге дейін көтерілсін, саяси тұтқындарға бостандық деп талаптарды қойып бастағанымызда, мыңдаған адамдар сіздердің талаптарыңызға қосылады. 9 мамыр Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлататын жеңіс күні болсын. Алға Қазақстан!